Сәлем, әлем. Бүгін мен сіздермен бірге Сумкарадом көрсететін боламын. Және де мен Сумкарадомның үшін 30%-ын Китайдан 16 сайтынан толтырдым. Соларды бөлек бағасымен жазып кететін болам. Және де басқа да үйге келгеннен кейін қажеттіліктердің 16.88-ден алған болатынмын. Соны сіздерге көрсетіп кетемін. Мысалға мынандай кокон сияқты заттардың барлығын 16.88-ден алдым. Мен осы жолы да Сумкарадомды екіге бөлдім. Босанғанға дейін қолданатын заттар, босанғаннан кейін қолданатын заттар деп. Солай өте ыңғайлы, заттарды тез тауып аласыз. Мен ортасына қазір мына косметичканы қоямын. Сосын мына жақта босанғанға дейін деп бөлек көрсетіп өтетін болам әр затты. Мынау бізде бірінші бөлім, яғни босанатын бөлмеде қолданатын заттар. Бірінші ол папка, ішінде обменный болады, документі болады, удостоверение, және де қасына ручка, зарядка деген сияқты заттар саламыз. Одан кейін ең керек нәрсе ол влажный салфетка мен туалетный бумага и мынау одноразовый пеленкалар. Бұны ең көп қолданады. Ең алғаш мен ол жаққа кірген кезде аяқ киім және сорочка киіп қолданамын, ал халатты босанып болғаннан кейін палатаға шығарда киіп кетемін. Бұл халатты да 16.88 сайтынан заказ бердім. Қазір осында суретін қойып кететін болам бағасымен. Одан кейін ең көп керек тағы да осындай киім, негізі одноразовый тоже. Мен осындай түрін алдым. Былайынша үлкендерге арналған памперс деп айтсақ та болады. Одан кейін екі су алдым. Бұл жерде адамдардың өздерінің ішу мөлшеріне қалай алсаңыздар болады. Мен міндетті түрде мынандай бір су аламын. Бірінші Сумкарадомда да көрсеткен болатынмын. Өйткені сіз жатуыңыз мүмкін ұзақ уақыт бір орында, сол кезде су ішкіңіз келген кезде мынандай суды ішкен ыңғайсыз. Мыналарды ішуге ыңғайлы болады. Және де бөпе құдайға аса дүниеге келгеннен кейін бөпенің киетін киімі, нәскиі және бір памперс дайындап қойдым. Қалғаны екінші бөлімде бар бұл памперстің. Сосын бұл жерге мен екі пеленка салдым. Бұның біреуін білесіздер, баланы сүртіп лақтырып тастайды. Сол үшін мен осындай бір пеленка және де екінші пеленка ол баланы орауға арналған. Ал мына болатын болса плед. Менен тағы да Өскеменде босанғалы жатырмын. Өскеменде алдыңғы жылы осы пледтің орнына сүлгі сұратқан еді, ванна сүлгі. Енді сол ванна сүлгінің орнына осындай плед алдым. Осы алдын ала жуып дайындап қойдым. Осы пледке орап шығатын боламыз, яғни палатаға. Бұл біздің торада қолданатын, яғни босанарда қолданатын, бөлмеде қолданатын заттар. Егер қарным ашу мүмкін десеңіздер, осы жерге печенье, тәттілер, мен құрма салып аламын, және шоколадны өздеріңіз қалай не энергия беретін болса, соны салған дұрыс. Бұл екінші бөлім палатаға шыққанда қолданатын заттар. Бірінші бөпе үшін көрсетіп өтейін. Памперсті пачкасымен және влажный салфетка ең көп керек осы екі зат. Одан кейін екі ауыстыратын киім алдым. Бірінші бөлімнен бөлек тағы екі, сонда үш ауыстыратын киім болды. Мынандай носкимен, асты үсті шапкасымен. Және тағы да сондай ауыстырып ішінен және сыртынан киетін мынандай слипик алдым. Келесі пеленкалар. Бірінші бөлімде екі пеленка болған, 11-еуін айттым. Сүртіп тастайды деп, сонда менде 3 пеленка болады. Муслинный пеленкалар. Бұл пеленкаларды 16.88-ден заказ берген болатынмын. Одан кейін маған керек заттар, ол мұнда киімдер, сыртынан халатым бар, және де
ішінен киетін киімдерде емізуге ыңғайлы киімдер. Емізгенде қолданатын вкладыштар өздеріңізге қарай қолданатыныңыз азайтып алсаңыздар болады. Неше күн жататынымызды білмегеннен кейін пачкасын сала салдым. Келесі зат ол мынандай тарелка мен қасық, вилка және салфеткасы жанында. Одан кейін мындай өздеріңізге қарай қолданатын дүниені аласыздар. Және мында жуынатын заттар, ішінде гигиеналық заттар, өздеріңізге қарай косметика может шыққан кезде қолданатын болсаңыздар, ватный палочка деген секілді заттарды салып аласыздар. Және осы жолы ұмытпай термометр салып алдым. Алдында айтқан еді адамдар больницада болады деп. Бізде больницада әркімдікі өзінде болсын деп қайта талап еткен болатын. Осы жолы ұмытпай оны да салып алдым. Осындай азғантай ғана зат, негізі өте көп зат қажет емес. Өзіме де радумға киюге арналған заттарды сол Қытай сайттарынан алдым. Қараңыздар, мынаның матасы да вообще өзі де өте сапалы. Мына жердегі вкладыштар алынады, салынады. Алдыда кнопкамен жабылады. И мына жерде кең тұрады. Өте жақсы сапада келді. Наборлар болды ішінде. Үстінен үстіге киетіні. Вкладыштары алынады, салынады. Өте жақсы качествода келді. Осындай набор жүретін. И шынымен сапасы өте жақсы келді. Ашып етіп көрсетпей қояйын. Бірақ мынандай жерлер кнопкамен сондай набордан мен 3 алдым. Астыда өте әдемі. Алдының бәрі ашылатын, басқаша набор. Мынау осыған ұқсайды. Әлих, вау, бұл менікі ғой бұл. Қалай ашады? Қайда замогы? Міне замок, жібер. Вау. Я, міне замок, аштық. Вау. Ішінде қандай қызық бар екен. Мама, бересің ба? Мен қара, бізге қағазын салып жіберіпті. Қалай істейтін мін? Мама, бересің ба? Ойдамады. Осындай өте качественный комбинезондар бердім. Енді екеу бергенмін. Екеуін де біреуін негізі сатамын деп ойладым, бірақ қимай отырмын. Екеуін де қайсысын киерімізді әлі білмейміз. Мынау бежевый түрі, қараңыздар, өте качественный. Мынау бір брендтікі. Mother's Baby Bear деген. Памугына дейін қараңыздар. И ішін қазір көрсетемін. Өте қалың, өскеменнің қысына. Енді жеріндегі не бар екен. И осыны қолына, аяғына, шапкасының пухы. Дәл енді осындайдан розовый түріне де бердім. Розовый түрі мынандай. Розовый түрінің айырмашылығы мынау аяғы бірден жалғанып кеткен. И және тоже қолымен пухы бар бөлек. И бұл да дәл сол магазиннан, брендтен, аюдың Mother and Baby Bear, Mother's Baby Bear, сондай осындай қалың. Мынадан бір размер үлкен, сол үшін бұларды әлі сатпай отырмын. Қандай килограммен босанатыным белгісіз. Мынадай бір размерге үлкен екен розовый түсі. Сапасы деген енді сыртынан ақ білмеймін қаншақты көрінеді камерадан. Мынандай мелочь нәрселерді де Китайдан алдырттым. Мынаның ішінде набор бар, бірақ менің үлкен балаларым оны шұқып қазір көрсететін. Және де мынандай мұрынға арналған наборды тоже сатып алдым. И мынандай әдемі носочек сатып алдым. И мынандай
деп айтууга болот. Келесі осындай муслиновый пеленкалар бердим. Андай 3 муслиновый пеленка, және де осындай плед муслиновый. Осы кийимдерди де Taobao'нун экспорттук магазиндеринен бердим. Қазір ашып бөлек-бөлек көрсетемін. Роддомға алып кететінім бар, сумка роддомға салып, және үйде қалдыратындарым да бар. Мындай 2 шапка алдырдым. Қыс мезгілінде дүниеге келеміз дедік. Ары қарай әрі бері поликлиникаға анда-мында шығатын болсақ, осындай шапкалар алдым. Бірінші набор ол осындай набор. Қараңыздар, қандай әдемі, качествосы вообще күшті. Мындай қасында шапкасымен. Мынау именно үлкен размер алғанбыз. Алдын ала, чтоб 3 айдан 6 айға дейін киюге. Қыс мезгілінде дүниеге келетін болған үшін қалың киімдерді де ұмытпадым. Мынау өте қалың емес, бірақ басқаларына қарағанда қалың, сыртынан киюге. Аяғын қараңыздар, аяғында да осындай бар. Өз басым қатты розовый нәрселерді жақсы көрмеймін. Сосын қызыма да көбінесе розовый алмадым, бірақ мынау бір ішіндегі бір розовый түсі. One of the kind шығар негізінде. Мысалға, мынау өте кішкентай, бірақ сыртында 6 айлық деп жазылып тұр. Бұл 6 айлық бөпеге емес. 6 айға дейін киетін секілді. Бұлардың барлығын алдын ала жуып, үтіктеп дайындатын боламын. Сол үшін де ашып бір жағынан көрсетіп, өзім ары қарай дайындайын деп жатырмын. Mom's smart, dad's cute, I'm boss дейді. Кішкентай балалардың заттарын көрген кезде кәдімгідей өзің басқаша болып кетесің. Тағатындары осындай сыртынан, астында кнопкалары бар. Және де айтайын, шетелдіктер, Қытай болсын, ішінде еуропалықтар болсын, мынандай несімен өте аз тігеді. Бірден аяғы жабықып, олар көбінесе бөпелердің аяғын ашып қойғанды, және бөлек носки кигізіп қойғанды құп көреді ма, дұрыс көреді. Мынаның матасы кәдімгі жұп-жұқа күшті, ішінен распашонка сияқты кигізуге болады. Көріне ма?